Тоғайбаева Айгүлден Қадырқызы, педагогика және білім беру менеджменті факультетіндегі жалпы педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидатымын. Осы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде ұзақ жылдан бері педагогика саласында еңбек етіп келемін. Негізі әйел адамдардың ғылымдағы үлесі, соның ішінде отандық ғылымдағы үлесі, әсіресе зерттеу саласына келген уақытта нәзік жандылардың қосып жатқан үлесінің өте зор екендігін мен өзімнің айналамдағы әріптестеріме қарап көз жеткізіп біліп жүрген адамдардың бірімін, және сол салада өзіміздің үлесімізді қосып келе жатқандығымызды айтқым келеді. Бүгінгі таңда университетімізде педагог зерттеуші, оқытушы зерттеуші жобасы бойынша 2 жыл қатарынан оқытушы зерттеуші лауазымын жеңіп алып, осы қызметте жүрмін. Оқытушы зерттеуші саласына келудің ең бірінші қызығушылығымды арттыруы және осы салада жұмыс істеуге деген менің ынта жігерімді, ғылым саласында жүрген мен осы оқытушы зерттеушілік саладағы жобаға үлес қосудағы ең бірінші ынтамды, қызығушылығымды арттырғаны университеттің тарапынан ғылымға бөлініп жатқан қолдау десек болады. Мысалға, менің биыл 2 жыл қатарынан осы оқытушы зерттеуші қызметінде жұмыс атқару сәтінде жоғарғы рейтингті Скопстар журналында осы 2 жылдың ішінде 3 мақалам жарық көрді. Бұл ғылымдағы жүрген әйел адамдарға, жалпы ғылымда жүрген ғалымдарға үлкен мотивация болатын нәрсе. Сонымен қатар бізді жалпы педагогика факультетінде көптеген ғалымдар, өте білікті, жоғарғы деңгейлі ғалымдар жұмыс жасап жатыр. Соның ішінде бізді көптен бері облысымыздың көлеміндегі ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың мәселесі көп толғантатын. Ақтөбе өңірінде барлықтарыңыз білетіндей арнайы кешенді мектеп-интернат бар. Ол бұған дейін саңырауларға арналған мектеп-интернат болды. Кешенді мектеп-интернат болуының себебі де сол, қазір біздің өңірімізде сөйлеу бұзылысымен қатар көру қабілеті бұзылысы бар балалардың санының күрт артуы. Соған байланысты біз факультетіміздегі бірнеше ғалымдар бірігіп, саусақты инклюзия деп те алсақ болады, көру қабілеті бұзылысы бар балаларға арналған қандай да бір өзіміздің тарапымыздан ғылыми ізденісімізді арттырып, қандай бір үлес қосып, оларға қолдау жасай аламыз деген үлкен сұрақтың айналасында осы сұрақты іздеп, зерттеу барысында бірге шоғырланған топ құрдық. Бұл да осы зерттеушілік қызметіміздегі біздің бірден бір жеткен нәтижелеріміз деп те алсақ болады. Осының нәтижесінде қазір бізде осы факультет құрамындағы команда бірігіп, зерттеушілердің командасы бірігіп, арнайы жобалар жасап жатырмыз. Белгілі бір жоба, қазір барлықтарыңыз білесіз, Ақтөбе облысында сөйлеу бұзылысы бар балаларды қолдау мәселесіне байланысты жоба ғылым және жоғарғы білім министрлігінің қолдауымен жеңіп алынды, гранттық қаржыландыру. Ал одан басқа да 2 тақырыптағы жоба аясында да зерттеу жүргізілуде. Жалпы ғылымға қалай келдіңіз? Ғылым сізді несімен қызықтырды? Ғылым деген киелі ғой, әйел адам оны көтере ала ма? Деген сұрақ жиі қойылады. Тіпті кейде мен өзім сол сұрақты қоямын. Негізі мына бір сөз әйелдерді қанаттандырады, және кез келген уақытта барлық әйел барлық нәрсені қоса алып жүретіндігін, қандай бір жұмыс саласында болса да өзінің жоғарғы деңгейде атқара алатындығын білдіреді десем болады. Әйел адам бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді дейді. Ал әлемнің бір бөлшегі ғылым. Демек, отбасы мен ғылымды бірге ұштастыра алып жүру үшін де әйелдердің бойындағы барлық қабілет, дарын барлығы жетеді. Ол үшін сіздердің тараптарыңыздан құрметті ханымдар, ғылымға келіп жатқан ізденушілер, құрметті магистрант, докторанттар, сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір күмәнді ой, күмәнді сұрақ, күдікті ойлар туындайтын болса, қандай да бір алдыңызда кедергілер кездесетін болса, мен сіздерге сенімділікпен айтқым келеді. Әйел адам әлемнің барлық қолынан тербету келген уақытта ғылымға да өзіңіздің үлесіңізді қосуға еш жалықпаңыздар. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жаким Асель. Жұбанов университетінде мектепке дейінгі және бастауышты оқыту кафедрасының оқытушысымын. Білім беру саласы бойынша философия докторымын, филология ғылымдарының кандидатымын. Біздің университетіміз нәзік жанды,
зерттеушілерге, ғалымдарға ерекше жағдай жасап жатыр. Соның нәтижесінде болар бізде қазір университетімізде ғылыммен айналысып жатқан нәзік жандылар өте көп, және олар өте жақсы нәтижелерді де көрсетіп жатыр. Біз өз әріптестерімізбен әрдайым мақтанамыз, оларға әрдайым сәттілік тілейміз. Сонымен қатар мен жалпы қазіргі кездегі бүкіл осы ғылымға қатысы бар нәзік жандылардың барлығын 11 ақпан нәзік жандылардың ғылымдағы күнімен ерекше құттықтағым келеді. Енді өзімнің ғылымға келгендігім жөнінде бір-екі ауыз сөз айтатын болсам, біз баяғыда 90-шы жылдары мектепте оқып жүргенде мектепте ғылымға айтарлықтай көңіл бөлінбейтін. Бірен-саран жобалар мен республикалық деңгейге жеткенімізбен, бірақ дегенмен де ары қарай ол жобалар аяқсыз қалып қоятын. Бірақ Аллаға шүкір, университеттегі ұстаздарымның арқасында, содан кейін жалпы Бронфон Бреннердің теориясы бар ғой, экологиялық теориясы, адамды қалыптастыратын орта дейді. Мінеке сондай орта, менің отбасымның қолдауы, менің ұстаздарымның қолдауы, соның нәтижесінде мен осы ғылымға деген өзімнің қадамымды бастым, және сол салада біраз уақыт болды енді еңбектеніп келе жатқаныма еш өкінбеймін. Маған негізінен мотивация берген осы мектепте оқып жүргенде менің өзімнің туған апам, туған әпкем және тәтем, ол кісілер кандидаттық қорғап, сол кезде өздерінің ғылымға деген қадамдарын басты. Солардың қорғауларына қатысудың өзі мені кәдімгідей жігерлендірді, қанаттандырды. Менің де қолымнан келеді екен, мен де осындай ғалым болғым келеді, мен де осындай алдымда отырған қаншама адамды аузыма қаратып, солардың сұрақтарына жауап беріп, сондай бір ғылымдағы полемикаға өз үлесімді қосқым келеді деген ой сол кезде барып менде ұялады. Соның нәтижесі болар, ата-анамның қолдауы болар, жақындарымның қолдауы болар. Мен осы ғылымға келдім деп айта аламын. Одан кейін енді өмірдің өзі бір орында тұрмайды ғой. Біз айтамыз, қай кезде адам мен болдым, толдым, енді мен бәрін білем деген кезде жалпы даму тоқтап қалады. Мен өзімнің алға қойған мақсатыма жеттім, кандидаттығымды қорғадым, бірақ одан кейін енді ары қарата қандай саты болады? Мен ары қарата не істеуім керек деген сұрақ мені ойландыра бастады. Шыны керек, мен ол кезде студенттерге дәріс оқып жүрдім. Бұл 2007-2008 жылдар болуы керек. Сол кезде мен ойландым, жақсы, бірақ менде әлі де осы педагогика саласына, білім беру саласына байланысты бір жауабын таппаған бір сұрақтар қалды. Сол сұрақтардың жауабын мен қайдан табуыма болады? Мен ары қарай өзімнің білімімді жалғастырғым келеді, ғылымдағы өзімнің ізденісімді жалғастырғым келеді деген ой туындады. Ол кездері шыны керек енді шетелде білім алсам деген бір арманым болды. Кейде ол арманымнан өзім де қорқатынмын. Қалай болады екен? Шетелде білім алу оңай емес. Докторантура саласына жалпы тапсыру қаншалықты ол мені діттеген мақсатыма жеткізеді деген мысалға сондай ойлар мазаламады емес, мазалады. Бірақ біздің мемлекетіміздің қолдауымен болашақ халықаралық шәкіртақысының иесі атандым. Сонымен 500 жылдық тарихы бар Абердин университетіне білім беру жоғары мектебіне қабылданып, сол жерде докторлығымды жаздым, ізденісімді жүргіздім. Және мен бұл тәжірибеге үлкен рахметімді айтам. Өйткені ол шынымен де егер де адам қорқақтап тартына беретін болса, ол өзінің мақсатына жетпейді. Шынымен де біз өз алдымызға мақсат қойдық па, сол мақсатқа жетуге тырысуымыз керек, талпынуымыз керек. Ол біздің қолымыздан келеді. Өздеріңіз қараңыздаршы, біздің ортамызда қандай ғалым әйелдер жүр, қандай бізге кәдімгідей бір мотивация беретін азаматтар мен азаматшалар жүр. Соларға қарап біз үлгі алуымыз керек. Абай атамыз айтады ғой, ондай болма қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз деп. Демек, жастар мен әсіресе өзімнің білім берушілеріме әрдайым айтам, алдарыңызға мақсат қойыңыздар. Сол мақсатқа жетуге тырысыңыздар. Сіздердің қолдарыңыздан көп нәрсе келеді. Сіздер ертеңгі зерттеушісіздер. Біздің ғылымды, қазақстандық ғылымды жоғары деңгейге, әлемдік деңгейге көтеретін сіздер. Бізді алға жетелейтін сіздер. Бізде шынымен де ертеңгі күні біздің саламызды, жалпы біздің қазақстандық ғылымды дамытатын жастардың легінің өсіп келе жатқандығына мен өте қуанамын. Ал енді нәзік жандылардың кейбір қорқынышы болуы мүмкін ғой. Отбасы бар, барлығын қалай алып жүреміз? Ғылым деген оңай жол емес. Ғылым деген оңай жол емес. Бірақ
қазақ әйелі, жалпы әйел заты, ол қандай жағдайда болмасын бәріне де үлгеруге тырысады, қолынан бәрі де келеді. Сіздер ғылымда да өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Және өздеріңіздің мысалға алға қойған қандай мақсаттарыңыз болса да оны орындай аласыздар. Кейбір сәттер болады ғой, адам күмәндана бастайды. Сондай күмәнданған сәтте сенің қолыңнан келеді, сен бұны жасай аласың деген бір ғана сөздің өзі жақын адамның аузынан естіген кезде сондай сөзді сен кәдімгідей өзіңді қанаттанғандай, кәдімгідей бір өзің мотивация алғандай болып сезінесің. Бұл жағынан келгенде, ортаның адамға, жалпы мынау адамның қалыптасуына орны ерекше. Мен жалпы ғылымға енді аяқ басып жатқан сіңлілеріме табыс тілеймін. Ешқашанда алға қойған мақсаттарынан айнымайтын болсын, сол мақсатқа жетуге бар күш-жігерін, ынта ықыласын барынша сол салаға жұмылдырулары қажет деймін. Мен тек қана сәттілік тілеймін және біздің қазақстандық ғылымның дамуына ерекше үлес қосатын нәзік жандылар легінің қалыптасатындығына мен ешбір күмәнсіз сенемін. Избассарова Гүлбану Булатовна, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории и религоведения Актюбинского регионального университета имени Кудайбергена Жбанова. Очень интересным вопросом является, конечно, участие женщин в жизни общества. Это занятие наукой. И сегодня, пользуясь этим случаем, я хочу сказать нашим девушкам, нашим женщинам, что мир все в наших руках. Если мы захотим сделать что-то, конечно, мы достигнем больших результатов. Что стало мотивацией для меня, почему я пришла в науку? Еще в детстве моя бабушка всегда говорила, если ты начинаешь дело, заканчивай его, никогда не оставляй его на полпути. И всегда, пожалуйста, заботься о своих потомках и не забывай историю своего рода. Она рассказывала мне, что в 30-е годы были очень сложные моменты, но не углублялась, не хотела говорить о страшных моментах в истории. Дедушка мой – участник Великой Отечественной войны. То же самое, он всегда вспоминал только какие-то героические моменты в годы Великой Отечественной войны. Он был разведчиком. Но когда мы спрашивали, детям маленькие, а как это было, что это было, он всегда говорил, это страшные страницы. Дети, вам не надо этого знать. Уже в старших классах я начала интересоваться историей своего рода, начала интересоваться историей Казахстана. Первый вопрос, который тебе задала, кто такие казахи? Когда они появились? Что способствовало возникновению этой народности? И это подтолкнуло меня к поступлению на исторический факультет. Я закончила исторический факультет Казахского национального университета имени Аль-Фараби. И вот тогда мой научный руководитель, доктор исторических наук, профессор Дина Исабаевна Дулатова, тоже один из известнейших профессоров нашей казахстанской науки. Она сказала мне: Гульбану, одним из интересных вопросов, который является неизученным, является изучение процесса взаимоотношений казахов и башкир. Ведь помнишь, ты говорила о том, что тебя интересует родоплеменной состав. А давайте посмотрим. И вот начался мой путь в науку. Моя кандидатская диссертация так и называется «Политические связи казахов и башкир в первой половине XVIII века». Изучив родоплеменной состав казахов и башкир, я определила, что многие казахские роды есть в составе башкир. Такие рода, как Табын, Тас, Арғын, Жағалбайлы, Житру и многие другие есть в составе башкир. А у казахов есть такой род Естек, который свое происхождение берет от башкир. Следующим этапом моих научных исследований стал вопрос: правители казахского ханства, казахские чингизиды, кто они, что произошло, почему, какие факторы способствовали тому, что такое крупное государство, как казахское ханство, которое в течение нескольких веков отстаивало свои интересы, государство, которое сохранило для потомков огромную территорию, в один момент оно лишается своих правителей. Исчезает институт ханской власти. Возникает вопрос: а что стало с этими казахскими чингизидами? Где потомки Абулхаира? Где потомки Каипа? И вот таким образом начался мой путь уже в исследовании следующего этапа, который стал
защиты. Завершающим этапом его стала защита докторской диссертации. Я получила хорошую школу. Я обучалась в КСГУ имени Аль-Фараби в центре на историческом факультете, где нам преподавали ведущие историки своего времени. В дальнейшем докторскую диссертацию я уже писала в Московском государственном университете имени Ломоносова. Я хочу сказать нашим милым девушкам, если вас интересует что-то, и в первую очередь история, то путь открыт. История, она многогранна, но все в ваших руках. Архивы, библиотеки ждут своих новых исследователей. Я хочу пожелать там всем открытого пути. И пусть всегда на вашем пути встречаются добрые, отзывчивые люди, которые будут помогать вам на этом жизненном пути. Успехов вам, дорогие наши девушки! Саламатсыздар ма, мен атым Ахметова Маржан Көшкінбайқызы. Мен осы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің физика кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарып келе жатырмын. Тек қана оқытушы болмай ғана, сонымен қатар осы инновациялық технологиялар паркінде полимерлі композиттік материалдар жасау зертханасында ғылыммен айналысып келе жатырмыз. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде материалтану мамандығын бітірген едім. Сол мезетте 3-4 курстарда біздер дипломдық жоба қорғау үшін жетекші таңдап жүргенімізде менің дипломдық жұмысымның жетекшісі Мансұров Батыл Зухайрұлы болған. Және сол кісі мені сол кезде құрылған ашық типтегі ұлттық нанотехнологиялық зертханасына алып келіп, сол кездегі тағайындалған директоры Рягозов Александр Павловичпен таныстырып, осы зертханада осы қыз жұмыс істеп, дипломдық жұмысын қорғасын деген үмітпен алып келген еді. Содан бастап сол жерде жұмыс істеп, дипломдық жобамызды қорғадық. Сол 4-ші курсты бітіріп, жаңағы зертханаға зертханашы болып орналастым. Және 1 жылдан кейін инженер лауазымы көтеріліп, әртүрлі гранттарға құрамдас бөлігі болып жұмыс істедім. Өзімнің тәжірибемді жетілдіре жұмыс жасаған болатын. Кейіннен кіші ғылыми қызметкер болып тағайындалып, жұмыс жасап жүргенімде магистратураны бітірген болатын. Кейін осы туған қалама Ақтөбеге оралып, күйеуге шықтым, келін атандым. Қазіргі уақытта 2 балам бар. Және осы Жұбанов университетіне 2012 жылы сол кезде нанотехнология ғылыми зертханасы ашылған болатын. Сол зертханаға инженер қызметіне орналасқан болатын. Сол кездегі зертхана меңгерушісі Бекеш Әмірлік Зарлықұлы болатын. Және сол кісімен біргелі сол 2012 жылдан бері бірге жұмыс атқарып келе жатырмыз. Қазіргі таңда біздер уже 2 толық грантты атқарып болып, қазіргі ірі гранттардың бірі ПЦФ-ны орындап жатырмыз. Көптеген алға қойған мақсаттарымыз бар. Жаңағыдай жұмыстарымыз жасалып жатыр. Және осы ғылым саласында да жетістіктерге жетуге болатын айтқым келеді. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан көптеген мүмкіндіктер ашылып жатыр. Яғни жас мамандарға, қыз-келіншектерге, университет тарапынан болсын, мемлекет тарапынан болсын, немесе шетелге болашақ программасымен болсын, әртүрлі өздерінің біліктілігін арттырып, жақсы ғылыми маман болуға мүмкіндіктер бар. Сондықтан қазіргі таңда салыстырмалы түрде студенттерді қараған кезде де қыз болсын, ұл болсын, қазіргі жастарында талаптары оң, өздері бәрі алға ұмтылады. Және біздер осы зертхана әрдайым шақырып, жұмыс істеп көрсін дегендей, мүмкіндігін көрсін дегендей әрдайым шақырып отырамыз. Сондықтан қазіргі таңда бізде 10-нан астам ғылыми мақалаларымыз бар. Менің жаңа Хирш индексім қазір 3-ке тең. Мүмкін болашақта тағы да өсер. Өзіме осы сала ұнайды. Және болашақ мамандардың және шәкірттеріміздің ұлғаюын жақсы көріп тұрмыз.